Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан ақ шығатын, құрамында қолжетімді заттардан жасалынатын, шие қосып жасалған пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне ванилин, 200 мл сүт және де 100 мл сұйық майымызды қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Үстінен 10 грамм разрыхителімізді және де 350 грамм ұнымызды 3-ке бөліп саламыз. Біріншісін салғаннан кейін жақсылап венчикпен араластырып, дәл солай 3-ке бөліп салып аламыз. Барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Міне бізде осындай өте әдемі қоюлы масса шығу керек. Формамызды алдын ала дайындап аламыз. Маған өткен жол сұрақ қойыпты, неге бұнда 2 форманы қойдыңыз, қалай пешке салдыңыз деп. Дәл осылай пешке салып жіберемін. Астына форма қойған себебім кольцаға фольга қадағандықтан түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан астына осындай 4 бұрышты формамен саламын духовкаға. Енді массамызды формамызға салып алғаннан кейін бетіне 150 грамм шиені, мен замороженный шие пайдаландым. Сіздер кез келген шиені алсаңыздар болады, бірақ арасындағы дәндерін алып тастаңыздар. Замороженный шиелердің арасында ондай болмағандықтан мен бірден сала бердім. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Пирогтың піскенін міндетті түрде шпажкамен немесе зубочистканы тығып көріңіздер. Егер де шпажкаларыңыз құрғақ болып шыққан кезде ғана алыңыздар, себебі әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Пісіп болғаннан кейін бетіне осындай сахарный пудра сеуіп, әдемілеп кесіп жей берсеңіздер болады. Дәмі өте әдемі шығады. Мына шиенің кішкене ащылау дәмі пирогқа өте әдемі дәм береді. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.